Сәлем баршаңызға, сіздермен ләззат. Бүгін сіздерге корей тағамы корндокты жасайтын боламыз. Қазақша айтқан кезде сосиска в тесте. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады, әрі балаларыңызға ұнайтыны сөзсіз. Бізге шұжық қажет болады. Кез келген шұжықты қолдансаңыздар болады. Мен канадскийдің шұжықтарын қолданамын. Толығымен аршып, тазалап алып, дәл осы шұжықтарды теңдей ортасынан бөліп шығамыз. Және де бізге ағаш таяқшалары қажет болады, яғни шпажканың көмегімен шұжықтарға салып шығатын боламыз. Яғни шпажкамызды алып, шұжықтың дәл ортасына салып, барлығын алдын ала дайындап аламыз. Өте дәмді болып шығады, хрустящий. Сіздер де жасап көріңіздер, барлығын дәл осылай дайындап аламыз. Достар, каналға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қойды, ұмытпаңыздар. Енді кляр жасайтын боламыз. Бізге 2 жұмыртқа қажет болады. Және де сүтті құямыз. Және де тұз, қара бұрыш, паприка саламыз. Паприка ащы емес, менде қызыл түс беру үшін паприканы қолдандым. Және де барлығын жақсылап араластырып дайындап аламыз. Толық мөлшерін мен описанияға қалдырып кеттім. Описаниядан көре аласыздар. Ұнды бірден салып жібермейміз. 2-3 бөлікке бөліп, жақсылап араластырып, осындай қою масса дайындап алатын боламыз. Массамыз кішкене қою болады. Өйткені шұжықтарды ораған кезде ағып кетпейтіндей, міне сіздерге көрсеттім. Дәл осындай масса пайда болып шығуы керек. Енді сосискаларымызды алып, осы массамызға бір батырып алып, қызып тұрған майға, мүмкіндігінше май көп болу қажет. Мен осылай майды толығымен батырып алып, аунатып, қып-қызыл етіп пісіріп аласыздар. Барлығын дәл осылай пісіріп шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай жасалу жолы өте оңай және де тез дайындалады. Мен балапандарыма өте қатты ұнады. Сіздер де балаларыңызды жасап қуантыңыздар. Кез келген соуспен қолдансаңыздар болады. Немесе қасына күріш қойып, дәл осы қасына корндокты қойып ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сыртқы қабаты өте қытырлақ, әрі сондай дәмді болып шығады. Егер сіздерге видео пайдалы болып жатса, лайк басып, өз сұрақтарыңызды комментарийға қалдырсаңыздар болады. Міндетті түрде жауап беретін боламын. Ал арнаға тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойды да ұмытпаңыздар. Сіздермен болған ләззат, назарларыңызға үлкен рахмет.